Сәлем достар, сіздермен бірге мен геймер Майнкрафт қызы. Мен бүгін видеоны мобизенмен түсіремін, ал мен бүгін соткымдағы ойындарға обзор жасайтын боламын. Біріншіде бізде Майнкрафт басқа приложениелерге мән бермей қояйық. Біріншіде бізде Майнкрафт баяғыда ойнап жүрген ойынымыз, ал екіншіде бізде Car Parking. Қазір оған кіріп менің дамыған заттарымды көрсететін боламыз. Даусын жай қояйық кішкене. Қазір біроуды күтіп қалу мүмкін дос. Жай қояйық ал достар. Бүгін біз бірінші рет мобизенмен видео түсіріп жатырмыз. Міне, менде 122 мың, ал алдында ақшалар көп болған менде. Осындай донаттық машиналарды донатпен алдым, кәдімгідей. Осындай геликті, Lamborghini'ді өзім ақшамен алдым, геликті де өзім ақшамен алдым. Қалған үшеуі донат болады, үшеуінде донат болады. Ал мынау ақша, мынау донат, мынау донат, мынау ақша, донат. Ақша қалғандардың бәрі ақша. Мынау да ақша даш. Бұл менің Car Parking'де жетістікке жеткендерім, ал мен машиналарыма обзор жасап шығайын. Біріншіде менде Lamborghini Aventador, ал екіншісінде Gelandenwagen новый версия. Осылай мен сұрға боядым, артына мен өзімнің фамилиямды жазып қойдым. Ал мынау бізде Jeep деген көлік. Car Parking'де қателесім осылай George деп жазып қойған, Juge деп осылай жазып қойған. Менде бұда вообще тюник дейтін жоқ, тек қана 400 мыңдық мотор, ал мынау мен Акула деген көлігім. Мына жақта өзім номер жасадым. MMM 13123 MMM 13. Енененді істеп жатыр деп ойламаңыздар. Қасымда сосын менде Зухридин бар. Ал мынау менде Майбах. Бұда тағы да артына өзімнің фамилиямды қойдым. Ал төбемде мегалка, оны донатпен алдым. Фардың қызыл цветі де ол да донатпен. Ал мынаның да фарының цветі донатпен, мен бұны біреуден алдым вообще. Фарының несі бар ғой. Соны подаркыма біреу. В общем, фарының цветін подаркаға берді. Ал мына жаққа мен өзімнің атымды жазып алдым достар номерге. Мына BMW. Мен BMW-лерді ұнатпаймын, білесіздер, бірақ сонда Mercedes пен BMW дос болған соң мен BMW айдап жүрмін достар. Бұларды осы тюник тамағым сосын достар. Көрдіңіздер ғой, қалай? Ал мынау менің Mercedes. Не дейді бұны? Brabus дей ма? Сондай өр. Мен бұның до конца толық атын білмеймін. Ал бізде мынау Alphard новый версия. Бізде жаңадан шыққан версия. Мына бізде Porsche Cayenne. Бұны мен қандай өтседім. Не дейді ғой? Әр цветтері араласып кеткен. Не дейді достар? Комментарияға жазып кетіңіздерші. 11-ден. Ал мынау бізде Camaro. Chevrolet Camaro дей ма? Алишердің айдаған көлігі в общем. Мен бұны қоңырға бояп тастадым. Оранжевый цвет па деп ойладым, сөйтсем қоңыр екен бұл цвет. Мынау бізде ескі гелик, новый емес, ескі гелик бізде. Мен бұған вообще тюник қоспадым, но менің 70-дігім. Мынаған мен Абдулла стиліндегі өзімнің фамилиямды қойдым. Шына ерден Nurgamer.com деп өзімнің инстаграмымды жазып қойдым. Мына жерде менің тағы алдыңғы номер дей ба, сондай. Астына істеуге мүмкіндік болмады, сосын капотын үстіне істеп қоя салдым. Мына бізде Mercedes Kaban. Не дейді бұны? Ешқа қандай еді? Mercedesті жақсы білетіндер оны біледі. Мынау бізде Mercedes ешқа тағы да білмеймін бұны неше екен ешқа. Мынау не дейді бұны? Mazda дей ма? Бір бәле дейді осыны. Мынау бізде 90 жылдардың Mercedesі. Осындай цвет қой, мына жаңағы Ауыстырып қойған. Негіз тюнинговный емес еді вообще, мен сатам дедім да тюнинговный қытсадым вообще. Алмайтын еді басында. Ал мынау бізде Lada Priora. Бұның достары серігі бар ана деді. Зухридинде бар.
эвакуатор серігі. Эвакуаторда дәл осындай тюникпен тұр. Артында Бупан деген жазуы бар. Бупан ба өзі қалай достар? Инстаграмымыз комментке жазып кетіңіздер достар. Наны не дейді достар? Мен білмеймін. Атын комментке жазып кетіңіздер. Мен машиналардың көбісін білмеймін достар. Мынау бізде Toyota дейміз. Бір әлі дейді. Toyotаның ескі маркалары деймін. Toyota деп қоя салдым өтіріктен. Инстаграмнан көргем. Ал мынау. О, жеттік. Сол баяғы біздің жига ғой. Біздің күрже қоймайтыны жоқ. Ой. 12-ші күнде жеттік Бейжіңге. Ал менің Жигулиім осындай теңіз қош. Әрін жеттік қо. 14. Сіздерге басқа видеоларда көрсететін болам. Бұлар скоростарын 400 000 мотор дегенге сенбей жатқан шығарсыздар. Кәдімгідей 400 000 моторлардың бәрін донатпен алып шықтым. Мынау бізде Матиз, бұған 400 000 мотор салмадым, өйткені маған керек те жоқ, бұл сатып жіберем. Ал достар, бұл карпаркингке обзор болды. Енді келесі ойындарды көреміз. Әзірше стоп. Ал достар, енді бізде TikTok бізде саналмайды. Қалған заттар керек жоқ. Ал бізде Race Master деген ойын өте керемет бұл. Ол неге мобизм жабылмай қалды? X-ті басу керек екен. Мен мобизмнің көп құрылғыларын білмеймін ал достар. Мен бұл ойынды да дамытып тастағанмын достар. Дамытып тастаған дегенде қатты емес, олд былай. Көп көліктер жоқ, бірақ көлікпен әлі де. Ал сіздердің көздеріңізше бір жарысып жіберейін, не достар? В общем, достар, көріп тұрған шығарсыздар, мен дым жарыса алмаймын мына жерде. Авария ол кедергілерден өте алмай бачыт отырмын. Арасында Зухридің достарын естіп отқан шығарсыздар, ол мен білмейді. Енді видеом қосылып тұрған. Енді айтып отырмын, видеом қосылып тұрды. 4-ші орында хотел қоттым. Ал достар, бұл ойыным менде обзоры аяқталды. Енді келесі ойынды көрсетейін сіздерге. Қайтып жақсы. Ал достар, бізде үшін 4-ші ойын. Драйв бір бәле дейтін ойын. Бұл күшті ойын енді. Заманнан заманға, ғасырдан ғасырға, жылдан жылға көліктерді ауыстыру. Оны білетін шығарсыздар достар. Біреулеріңіз ойнайсыздар, біреулеріңіз ойнамайсыздар. 2-ші орында. Қазір Play Market'те 2-ші орында, 2-ші санда тұр үшін. Қолына ауын ұстап алған менкіндей. Бізде басталды 16 жыл, 16 ғасыр ма, мен білмеймін. Ағылшынша вообще 12. Ағылшын апай кешіріңіз. Мына жақтан 444 аламыз, ал мына жерден осылай жинап аламыз. Мына жерде қосып қоятын достар, менде музыка жоқ, өткен бұл ойында музыка дейтін болмайды, жаңағы ойындағыдай. Ал ё-майё, біз ғасырдан ғасырға дамып кеттік қой. Бізде осындай көлік шықты достар. Осылайынан бөліп шығады заттарды. Мен мына жақта оны болт қып қағып аламын. Оны апарамын. Мына жерде қайсысы көп? Бізде железадан көп сұрап тұр. Жоқ, терезеден де көп сұрап тұр. Сосын 2-ші терезеге апарам. Макстан апарам о достар. Неше макс шығады екен мына көліктен? 2-ақ макс шығады сияқты достар. 2-ақ макс я. Мына қалған заттарды осы терезеге қосып жібере салайық. Ал мынада дамыған железаларды алып кетеміз. Максқа жетеді осы железалар. Осы біреуінен 2 шығады железалар. Енді 2 қалып қойды ғой.
Бізде достар осы ойынды осылай ойнаймыз в общем. Ойнағандар да біледі, ойнамағандар білмейді да достар. Терезелерді тапсырып тастаймын мен қазір. Қызық қойдым. Әдейі өстесің ау деймін видео түсіріп жатқанда ше. Не істеймін? Әдейі дауыс шығарып отырасың да. Сөйтіп отырасың ғой әдейі. Басқа жерлерде ондай емессің да. Надан. Сондай ғой достар. Үнемі мен видео түсіріп жатқанда дауыс естіліп жүреді ғой осының. Сол достар, бұл ненің де ойынның да обзоры аяқталды. Бізде келесі ойын бар ма, көріп жіберейін қазір. Ол бізден ашылмай кетті ғой. Енді ашылды. Стопқа қойық. Ал достар, бұл бізде 5-ші ойын. Балди, бірақ ойнамай қойыш. Түн ғой қазір, қорқынышты бір жағынан. Папам жазып жатыр маған. Үй жаққа келмейсіңдер ма дейді. Қазір барам, в общем, сұрап көремін, в общем. Ал достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Әзірге осы 12 минуттықта видео жетеді. Түсінбей жатқандар болса, осы видеоның алдындағы видеоны қарап кетейік. Достар, неге бұл ондай түсіріп жатыр деп түсінбей жатқандар болса, алдыңғы видеоны қарап кетсін. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана сау болыңыздар.